Мен Райымбек Салтанат Нұрлыбек қызы 1996 жылы наурыз айының 17 жұлдызында дүниеге келдім. Түркістан қаласы нөмірі 24 Мұстафа Шоқай атындағы жалпы орта мектебінде білім алып, 2014 жылы жас түлек атандым. Ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл жинап, Шымкент қаласының Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің студенті атандым. 4 жыл үздіксіз білім алып, бакалаврды 2 шет тілі ағылшын тілі пән мамандығын тамамдадым. 2018 жылы бакалаврмен тоқтамай Силковая университетіне магистратураға түстім. 2020 жылы педагогика ғылымдарының өз мамандығым бойынша магистрант атандым. 2022 жылы нөмірі 11 Жамбыл Жабаев жалпы орта мектебінде алғашқы ұстаздық жолымды бастадым. 2022 жылдан бері жаңартылған білім беру аясында семинарлар, курстарға қатысып, өз білімімді жетілдірдім. Өзіммен қатар оқушыларымда осал емес, мектепшілік республикалық байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Осы жерде Бауыржан Момышұлы ағамыздың айтқан ұлағатты сөзі есіме алғалы отырмын. Талантты ұстаз, дарынды оқушы. Яғни, ұстаз талантты болса, оқушы да талапты болады. Ұстаздық ұлы іс, оған лайықты болу үлкен абырой болып саналады. Дана халқымыз айтқандай, ұяда нені көрсең, ұшқанда соны білерсің дейді. Мен ағылшын тілі пән мұғалімі болғаныма өте қуаныштымын. Жамбыл Жабаев мектебінде жұмыс жасап жатқаныма енді 1 жылдан асып отырса да, әрдайым шәкірттерімнің ағылшын тілінде емін-еркін сөйлеп, еңбегімнің нәтижесін көріп жатқанда үлкен мотивация аламын. Қасықтап жинаған тәжірибелерімді оқушыларға үйреткенде және үйренген білім мен білікті дағдыны үлкен істерге асырғым келеді. Мамандығым бұл менің өмірлік мәні мен мазмұны. Қазіргі 21 ғасырда жаңа эволюция мен жаңа технологияларды меңгерген мұғалім. Жаңа шарықта жатсынбайтын, оқушылар алдында үлкен жауапкершілікті сезіне алатын, күнделікті білім беру тәрбие саласында жаңа әдіс тәсілдерді қолданып, жетістік пайдалана алатын мұғалім ғана жетістікке жете алады. Ал менің жетістігім өзімнің қызмет атқарып жатқан ұстаздық мамандығым.